Мен Қызылорданың жігіттері туралы айтып берейінші. Негізі айтып жатады ғой, Қызылорданың жігіттері бұзық деп. Не екенін білесіздер ма? Өткені бізде күн ыстық. Күн басқа емес, сразу қанды өтіп кетеді да. Сондықтан қандары қызу болады. Бірақ олар проблеманы төбелессіз әңгімемен, байыппен, сабырмен шеше алады. Олай қызық емес қой. Бір Қызылорданың жігіттері туралы оқиға айтып берейінші. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мына баланың әке-шешесі сабылмады. Бір апта болды, ешкім хабарласқан жоқ. Соған қарағанда тастап кеткен сияқты. Олай болса, бізге қалдырып кетіңіздер. Келе ғой, балақам. Келе ғой. Кел, қазір. Ойнаймыз. Ағаларға сау бол дейміз кәні. Сау бол, ағасы. Сау бол. Hello. Алло, Бернард, қалайсың? Маған звондапсың, я? Yeah, Mr. Rackham. Тыныштық па, аманшылық па, не болды? Мен сұрағым келген балалар үйі адрес. Директордың адресі ма? Yeah? Я, жазып ал онда. Қазір. Жазамын. Мағжан Жұмабаев көшесі 1-ші үй. Оңға қарай бұрыласың. Иә. Біздің Қызылордада адаспайсың ғой, иә. Рахмет. Оқасы жоқ, жақсы да, ха? Сау болыңыз. Бро. Алло, Ернар. Мен саған келе жатырмын, дайын отыр. Мен шықпаймын. Хотсал боламын, шаршадым. Жайма сенікі? Бро. Боптың да жарайды. Күнде қыдырып шаршағанда шығарсың. Давай. Сау бол. Салам алейкум. Уағалейкум ассалам. Тыныштық па? Тұрмыздарыңыз істемей қалған жоқ па? Тыныш емес. Біз ана португалисті іздеп жүрміз. Сенің досың екен ғой? Португалис емес қой. Не болып қалды? Короче, сен испанец досың, біздің Баха братаның братчиксы талға шырамды ұйықтатып кетті. Кім? Бернард па? Қой, мүмкін емес ол. Сендер біреумен шатастырып тұрсыңдар. Сосын ол испанец емес қой? Короче, Баха қатты ашулы, итальянец қайда екенін айт, аламыз да шығамыз. Неге бірдей варианттары дұрыс емес? Ол американец қой, Америкадан келген қонақ қой. Мен білмеймін ол қайда екенін. Бізге Алматыдан келсе де бәрібір. Тауып бізге әкел. А то сенде де проблема болады. Ау, Серік, қайықтасың? Срочно әңгіме бар. Болды. Ал келдік. Рахмет. Қайырлы күн. Мен атым Бернард Уэйн. Мистер Тимур біледі. Қайырлы күн. Мен атым Бернард Уэйн. Мобайл фон айттым сізге. Global Insight журналист. Қалайсың? Жақсы. Түрлі. Интервью нешейінде? Интервью Қызылорда туралы. Бірінші анау сүй, сосын барып интервью болады. Кір. Жақсы. Жүр. Органик.
экспресс. Қалайсың? Hello, my friend. Қашаннан болса завтракты кафеден ішетін болғансың? Бернардтан үйрендім. Нағыз American people. Таңғы асты кафеден ішеді, бро. Енді дұрыс қой үйренгенің, бірақ қазір обед болды ғой. Нағыз американ завтракты таң атпай тұрып ішеді. Мен сол ұйқы жағым кішкене қазақ болып тұр. А так полный американмын, брат. Айта бер, не мәселемен келдің? Короче, былай, біздің Бернард бар ғой. Новобазарский бақаның інісін ұрып жүрген. Қумаш, бро. Рас, ұрып жүрген былай тұрсын. Ұйықтатып тастаған. Ұрып жүрді дегенге енді былай сенем да. А бірақ ұйықтатып тастады дегенге. I'm sorry, bro. Өтіргеніңе. Дастиш, фантастиш. Досым, рас айтам. Бақан балалар келді, кешкейін топ бер деп айтты. Қай братишкасы? Талға. Талға. Бернард талға шырамды ұйықтап тастаған деген, это типа мен Майк Тайсонда 2 рет ұйықтап тастады деген сияқты ғой, бро. Сол ғой енді кешкейін апармасақ, білесің ғой не болатын. Үніңді жүрші. Тек қанша айқайласаң да ештеңе істемейді. Енді не істейміз, бро? Бернард апарып бермейтін шығармыз? Мүмкін Бернард үшін өзіміз тұрып береміз десекші. Братан, біз Бернардпен ондай қатты араласпаймыз, братан. Жібере салшы. Братан! Короче, былай, по-любому бақаға біз ештеңе айта алмаймыз. Мүмкін айтатын адам табармыз. Оның бетіне тіке қарап айтатын адам жоқ қой, бро. Қалай жоқ? Группалас, танысы, бөлесі. Неужели, родной, қоя салшы дейтін адам жоқ? Бақа қойып шешесі де айта алмайды, бро. Не істейміз енді? Короче, бақан таныстарына барып айтайық. Адам оларды түсінеді ғой. Көмектесетін шығар. Кеттік онда. Неге менен интервью алуды шештіңіз? Әлде біреу кеңес берді ме? Иә. 2000 жылдары сіз балалар үйі директор болдыңыз? Иә, рас. Бұны түсінбедім, сіз Қызылорда жайында жазу келдіңіз бе, әлде балалар үй жайында ма? Қызылорда туралы жазамын. Бірақ Қызылорда өте ерекше қала. Себебі жалғыз қала, балалар үйі жоқ. Оны жазбасам ұят болады деп ойладым. Дұрыс айтасың. Енді қазақ халқы мынау жетімдер мен жесірлерін ренжітпеген халық қой. Басқа қандай сұрақтарың бар? Бірінші сұрақ. Сіз директор болғанда балалар үйі жағдай қалай болды? Мен директор болған кезде балалар үйінің жағдай гүл болды ғой. Гүл. Мен әр балаға тұлға ретінде қарадым. Өзім жемесем де, аузыңдағында жырып, сол балаларға бердім. Оларды әке-шешелері тастап кетті ғой. Біз оларға жақсылық жасамаса, кім жасайды оларға жақсылықты? Енді мен сияқты оларға жақсы қараған адам болған жоқ. Мен олардың әке-шешелерінің орнын бастым десем де болады. Солай. Өте жақсы. Тағы сұрақ. Сіз айттыңыз, балалар үйі жағдай жақсы болды. Не себеп жабылды? Ол біздің Қызылорда қаласы, қазақи қала. Соңғы кезде балаларды тапсыру мүлде азайып кетті. Сосын қалған сәбилерді Қазақстанның түкпір-түкпірден келіп асырап алып кетті. Сосын балалар үйі жабылды. Тағы сұрақ. Адамдар тек Қазақстаннан алды? Шет ел адамдар алды? Жоқ, ол кезде ондай болған жоқ. Енді балаларды бұл сатумен тепе-тең қой. Бұл статья болатын. Осындай үй қалай алдыңыз? Үлкен кесл қалай алдыңыз? Кесл? Түсінбедім. Кесл несі? Кесл деген не? Үлкен үй қалай алдыңыз? Үлкен үй дейсіз. Балалар үйі жабық жоқ. Алғанда, енді балалар үйі жабылды ғой. Балалар үйі жабылған соң жұмыс болған жоқ. Шамалы қиналдым енді.
шыны керек қатты қиналып кеттім. Кішігірім бизнес аштым да, мінекей сол бизнестің қазір рақатын көріп отырмын. Құдайға шүкір. Sorry, сөйлесейін? Сөйлесе бер. Иә. Қазір келемін. Жақсы, рахмет сізге көп интервью берген. Хабарласамын. Хабарласам демекші, хабарласып тұр. Ана Америкаңда жүріп, түн ортасынан телефон салып жүрме. Сендермен біздің уақыттарымыз келіспейді ғой. Сендерде таң атып отырса, бізде кеш батып жатады. Бір сұрақ қояйыншы, сен ұлтың кім өзі? Қазақсың ба? Қазақпын. Қазақсың ба? Иә. Әкешілерің кім? Қай жақтан әкешілер? Әке, ана Қызылорда адамы. Осы Қызылордадан ба? Иә. Бәрекелді. Бәсе, ана тілің тап-таза қазақша сөйлеп тұрсың. Жақсы. Бұл жерде отыр, бұл жерде әлі боласың ба, әлде қалай? Бір жұмыс бар. Соны аяқтаймын, қайтамын. Жақсы, аға. Рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. Алло. Қалада бір журналист жүр. Ол кім? Қайдан келді? Маған соны біліп беріңдер. Срочно. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, жігіттер. Не үшін іздедіңдер? Іздегенде былай ғой, қалай айтсақ екен. Біздің бауырымыз бар еді. Иманды болсын. Жоқ, ол тірі. Тірі ме? Тірі ол. Енді соның мәселесімен келіп тұрғанбыз ғой. Не мәселе? Мәселе болғанда былай, көмегіңіз ауадай қажет болып тұр. Жоғарыдағы кісілермен сөйлесу керек еді. Ол жақтағылармен мен ештеңе шешпеймін. Жоқ, былай ғой, сіз Новобазарда оқыдыңыз ғой. Иә. Міне, сол жақтың жоғарыдағылармен сөйлесу керек. Жігіттер, дұрыстап айтыңдар, миымды ашып жіберіңдер. Броу, жағдай былай. Біздің досымыз бар. Сол Новобазарскийдағы бақан братишкасын талдырып кетеді. Соның шаруасын шешу керек енді, броу. Кімді? Талға шырамды. Жігіттер, достарың иманды болсын деп дұрыс айтыппын ғой. Бәке, бақа деген классасыңыз бар ғой. Міне сонымен сөйлесу керек. Өтініш шешіп беріңізші. Мен қолымнан ештеңе келмейді, жігіттер. Мораға барып көрсіңдерші. Ой, оны мен шеше алмаймын ғой. Бақаны білесіңдер ғой, бір ашуыңыз тоқтамайтын. Болмаса, әйеліне барып келіңдер арайға. Ой, біз онымен ажырасып кеттік қой, біз қазір сөйлеспейміз онымен. Тыныштық па? Тыныштық болғанда Талға інісін білесіңдер ғой, соған мен артық бірдеңе айтып қойып, ол соған соншама ашуланып. Ладно, қоя берші, сендердікі не мәселе еді, не сөйлесу керек? Жай ештеңе. Ештеңе болғанда сендер Олжаспен хабарласып көріңдер, сол как раз Бақаның жан жолдасы. Жақсы, рахмет. Ладно. Не істеймін сен? Олжасқа? Ой, мен Бақамен көріспейлі қашы. Соңғы реттен соң араласпай кеттік қой. Соңғы рет не болып еді, бро? Ана інісі Талға бар емес па? Соны сушнекқа жұмсаған бұл. Ана немене бөлеші? Інісі үшін қырып жоя берем не? Сендердігі де сол несі ма? В общем, жігіттер, тырыспай қойыңдар. Ана достарының аяғынан ілініп тұрған суреттерін елестетіп қойыңдар ма? Вот солай. Бірақ бір шешім бар сияқты. Может, анау Ерома хабарласып көресіңдер. Кезіндегі райондағы ең справедливый адам болған. Кәдімгідей билер, төрелер ұқсап шешім шығаратын тұғын ғой. Ереке, мына жендет қонақ екен. Жаңа базарлық Бақа оны дарғаспақша. Тейт, қонақты дарғасқан қай ата бабаңнан көрдің? Арқасынан алып үстіре соқсаңдар жеткілікті. Болды. Мен қазір ондай тірліктерге араласпаймын. Оның үстіне мен танымайтын адамның шаруасы ол. Америкадан келген қонақ болады.
Я, бро, Қызылорда жайлы мақала жазып жатыр. Ертең Қызылорданың жігіттер жабылып өліп кетті деп жатса, ертең американецтер біздің қалаға келмейтін болады ғой. Сонда не, Қызылордаға американецтер күнде келіп жүрмеді? Жоқ, осыдан кейін ағылып келе ма деген ғой. Ұзын сөздің қысқасы жігіттер, мен ондай тірліктерге араласпаймын. Өздерің шешіп алыңдар. Сізді қаладағы ең әділ, ең шыншыл, қарақалды қақ жарып төрелік ететін, әділдігімен үстемдік ете алатын адам деп айтты ғой. Андағын айтқан адамдарың айта барыңдар. Мені Әйтеке бимен шатастырып тұр деп. Алло, қаяқтасың? Бернат күтіп отыр. Кеттік, let's go. Жарты сағат кешіктің жүр. Нормально, халық жиналған жоқ қой. Келмей қойса екен. Төбелеске жоқ еді ма, бро? Че-то мен уайымдап тұрмын. Алар қазір бізді ұстайды, айтпады деме өлтіреді. Мен қорқып тұрған жоқпын. Олар келеді, айтады, түсіндіремін. Сен түсіндіргенмен бірдеңе өзгереді дейсің ба? Мәселе сонда болып тұрған жоқ па? Мен Америка, Чикаго ауданы өстім. Ол аудан өте dangerous. Қош, онда сол жақтың жігіттерін тартпадың ба? Айтпашына Аль Капоне деген, соны шақырмадың ба? Базар жоқ, есім бутиктің атауы сияқты екен. Короче, былай істейміз. Сен қала бер, біз Серік екеуміз кетейік. По-любому саған ештеңе демейді, көп болса бір-екі шапалаңды береді. Дұрыс па? Қайда барасың? Қайтпайтын болдық. Ешқайда бармайтын болдық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум Қош келдіңіздер. Бернард, қонақ қой. Біз қазақ, қонақты сыйлайтын еліміз. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал орнынан тұрып сәлем береді дейді. Ей, асаба, аузыңды жапшы. Бергіш, братишка. Ей, американдық бауырларының кепіне өзіміздің жігіттерді ұру керек па не? Көп нәрсеге араласа берме, түсікті ма? Кет ара. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Мына жерде бір түсініспеушілік болған сияқты. Уағалейкум, ассалам, Ером, брат. Қош келдің. Бұл теманы қойып кетіп ең ғой? Иә, қойып кеттім ғой бәрін. Сендерге де кеңес берем. Тыныш өмір деген рахат екен. Ером, брат, не мәселе? Мына жігіт маған келіп тұрған қонақ еді. Жібере салсақтаршы. Қонақ жігіттің өзі тапускать етіп қойды. Талға братишканы ұйықтатып тастаған. И ол өзіндікін алады. И оныкі мен береді. Біріншіден Баха. Сенің талғаныңды білеміз ғой қалай қозғалатын. Біраз тірліктер осы үшін болған. Екіншіден, қалай болған күннің өзінде мына байғұсты қалай ұрмақшысыңдар? Ером, брат, бас аяғында жоқсың, дұрыс па? Араласпай қойсай. Былай жасайық та. Қонақ жігітті бір жолаға кешіре салайық. Ером, брат, олай болмайды. Баха, тірлікте жүрген адамсың ғой. Бұлай дұрыс емес. Оның үстіне менің бір обращением жерге тастамайтын шығарсың. Жоқ. Конфликт. Ол және менде болды. Біз өзіміз бірге бір шешеміз. Ером, брат, көріп тұрсың ғой. Бала өзі паразам сұрап тұр. Желаниесін орындайық, тем более қонақ жігіт. Дұрыс па? Талға, братишка, істеп тұста. Мен саған былай ақ шешіп беретін едім. Десе де еркекше шешім, өзің біл. Бернард, давай. Шәлінің ударға сеніп қалдым дейсің. Пацаны, менты!
Ал жүр бөлімшеге. Ал, айта бер, не болды? Құлап қалдым. Сен мынаның бетіне құлаған сияқтысың ғой? Саған не болды? Ей, мә, сен жас. Сен Американың азаматы екенсің. Мынау сені ұрған үшін мына кәдімгідей статья. Тамам жас. Ей, не болды ма жассай? Сендерде андай терпила дейді понятие жоқ шығар. Бар болса да ол Америкада кім біліп жатыр? Давай, мә, жас, маған план орында көр. Давай, мә. Ручкин. Қазір ручка. Сұрғырыстыр. Мен құладым. Ей, өйтіп екеуің нервыма тимеңдер. Мен саған көмектескім келіп отыр ғой, біліп отырсың ба соны? Сәке, керек емес. Керек емес болса, мә, жас. Братан, мына екеуі шыға тұрсыншы. Екеуің шыға тұрсыншы. Давай. Давай. Ислам, жігіттер, мына екеуін ұстап тұрсыншы. Ермол, кір. Родной, достойный жігіт екенсің. Сен де өте мықты жігіт. Бетім ауырды. Мен Новобазарский болам. Талға шығарам десең, бәрі таниды. Жаңа базар, бірақ эски. Екеуің боссыңдар. Бара беріңдер, сөйлесіп тұрдым. Братан, ады үші, не демесің ба? Жібере сал дейсің ба? Не үшін жіберуің керек? Қонақ қой, братан. Чо? Оның үстінен Америкадан келген журналист. Бүкіл Қазақстанның ішінен біздің қаланы кеп таңдап тұр. Мақала жазуға. Ау, сондай жігіт па? Иә, братан. Ойлап қараш. Америкада біреу газет оқып отыр. Сол газеттің ішіне сенің фотоң тұр. Сол фотоның астына Қызылорда қаласының қонақжай полиция қызметкері Ибраев Мәулен деп тұрса, Мен фотом тұрады ғой? Әрине. Қай фотомды алайын жатсыңдар? Сен маған WhatsApp-ыңды берсең, мен саған бір фото жіберемін, сосын сен ар жаққа реттеп жүресің. Жарайды. Номерді айт. Қызылорда. Көбісі бұл қалада мәселе тек жұдырықпен шешіледі деп ойлауы мүмкін. Бірақ ондай кезде жаныңда қандай адамдардың бар екені өте маңызды рөл атқарады. Жоқ, олардың мықты немесе әлсіз екендігі маңызды емес. Сен үшін қаншалықты алысқа баруға дайын екендігі маңызды. Және кез келген мәселеде танысыңның болғаны шаруаңды жеңілдетуі мүмкін. Қызылордада барлық мәселелер төбелеспен шешіледі деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ олай емес. Мен басқаша айтар ем. Қызылордада бәрі еркекше шешіледі. Сондай қала бұл. Қызылорда. Көрдіңіздер ма? Қызылорданың қыздары қандай сұлу болса, жігіттері намысшыл келеді. Ең бастысы проблеманы әділет шешеді. Сенбейсіздер ма? Онда Қызылордаға келіңіздер. Маған енді бәрібір суымай сезім әлі жүр, ал саған мүмкін бәрібір. Маған енді бәрібір суымай сезім әлі жүр, ал саған мүмкін бәрібір. Маған енді бәрібір